Мінекей бүгін 13 маусым, Тұрамшек ағай 30 жасқа толып отыр, орта буынға келіп қалған екенбіз. Әрине бұл видео тек қана туған күн туралы айту емес, туған күн болғаннан кейін 30 жас дегеннен кейін міндетті түрде дорама туралы айтамын. Тұрамшек ағай болғаннан кейін 30 жас деген кезде менің есіме мына дорама есіме түседі. Басты рөлде Шын Хе Сон сомдайды. Бұл жерде бас кейіпкер жігіт ол дизайнер. 13 жыл бұрын бір жағдай орын алғаннан кейін оған қарым-қатынас құру өте қиын. Және екінші кейіпкер ол қыз, бас кейіпкер қыз, оны Шын Хе Сон сомдайды. Ол 13 жыл бұрын 17 жасында комадан бірақ шығады. 13 жыл өткеннен кейін барып қана комадан оянады. Ол енді 30 жаста, бірақ өзін 17 жаста сияқты сезінеді. Екеуі бірігіп, қызық сезімдер пайда болады. Егер де романтика, комедия жанрындағы дорамалар ұнаса, дәл осы дораманы көруге кеңес беремін. Дораманың аты 30 но 17. Ал комментарийде әрине Тұрамшек ағайды мені құттықтауға рұқсат жазып кетсеңіздер болады. Алдын ала рахмет.